Баршаңызға сәлем достар. Қазақ тілі А2 базалық деңгейде мәтін тыңдайтын боласыздар. Бүгінгі мәтінді біз орыс тіліне аудармаймыз, тек қана қазақ тілінде мен оқитын боламын. Егер сіздерге қажет болған жағдайда бейнебаянды тоқтатып, орыс тіліне аударып, сондай-ақ пересказ дейді ғой, түсінік айтуларыңызға болады қазақ тілінде. Олай болса бастаймыз. Ең алғашқы мәтін. Сәлем, менің аты жөнім Нұрболатұлы Әлихан. Менің жасым 14-те. Мен Алматы қаласында тұрамын. Менің отбасымда ата-анам және Айша мен Әмина есімді екі қарындасым бар. Мен көңілді жігітпін. Ата-анам ақылдысың деп те айтады. Мен бос уақытымда жүгіргенді жақсы көремін және скейтборд тебе аламын. Менің сүйікті хоббилерім жүзу мен серфинг. Бірақ дайвингпен айналыса алмаймын. Кешкі тамақты ішіп болған соң компьютерлік ойындар ойнағанды және детектив оқығанды ұнатамын. Бірақ фэнтези жанрындағы кітаптарды оқи алмаймын. Демалыс күндерімді жоспарлаймын. Әдетте жағажайға немесе саябаққа барамын. Өте жақсы. Енді осы мәтінді достар мен тезірек оқуға тырысамын. Сәлем, менің аты жөнім Нұрболатұлы Әлихан. Менің жасым 14-те. Мен Алматы қаласында тұрамын. Менің отбасымда ата-анам және Айша мен Әмина есімді екі қарындасым бар. Мен көңілді жігітпін. Ата-анам ақылдысың деп те айтады. Мен бос уақытымда жүгіргенді жақсы көремін және скейтборд тебе аламын. Менің сүйікті хоббилерім жүзу мен серфинг. Бірақ дайвингпен айналыса алмаймын. Кешкі тамақты ішіп болған соң компьютерлік ойындар ойнағанды және детектив оқығанды ұнатамын. Бірақ фэнтези жанрындағы кітаптарды оқи алмаймын. Демалыс күндерімді жоспарлаймын. Әдетте жағажайға немесе саябаққа барамын. Өте жақсы. Керемет жұмыс достар. Енді екінші мәтінге ауысамыз. Екінші мәтін. Менің атым Даниял. Фамилиям Бақыт. Немесе тегім Бақыт. Мен 13-темін. Ата-анам, әжем және ағам Димашпен Астана қаласында тұрамын. Достарымның айтуынша, мен көпшіл және ақкөңіл адаммын. Бос уақытымда мен велосипед тепкенді, табиғат аясында демалғанды жақсы көремін. Менің сүйікті хоббиім ән айту. Мен гитара тарталамын. Музыканы сүйемін, музыканы жақсы көремін. Бірақ жақсы билей алмаймын. Кешке мен радиодан ән тыңдағанды және әлеуметтік желілерге кіргенді ұнатамын. Өзім блог жүргізе алмаймын. Демалыс күндері мен әдетте киноға барамын. Комедия көргенді ұнатамын. Бірақ мистикалық фильмдерді көре алмаймын. Өте жақсы. Енді тура осы мәтінді мен тез оқитын боламын. Оны да тыңдаңыздар. Менің атым Даниял. Фамилиям Бақыт. Мен 13-темін. Ата-анам, әжем және ағам Димашпен Астана қаласында тұрамын. Достарымның айтуынша, мен көпшіл және ақкөңіл адаммын. Бос уақытында мен велосипед тепкенді, табиғат аясында демалғанды жақсы көремін. Менің сүйікті хоббиім ән айту. Мен гитара тарталамын. Музыканы сүйемін, музыканы жақсы көремін, бірақ жақсы билей алмаймын. Кешке мен радиодан ән тыңдағанды және әлеуметтік желілерге кіргенді ұнатамын. Өзім блог жүргізе алмаймын. Демалыс күндері мен әдетте киноға барамын. Комедия көргенді ұнатамын. Бірақ мистикалық фильмдерді көре алмаймын. Керемет жұмыс достар. Сіздердің хоббиларыңыз қандай? Бірінші сұрақ, екінші сұрақ, сіз бос уақытыңызда не істейсіз? Немесе сіздер бос уақыттарыңызда не істейсіздер? Пікірлеріңізді жаза отырыңыздар, комментарий қалдырыңыздар. Пікірлеріңіз мен үшін өте маңызды.